Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Штрезель мен жидек қосылған лимонды кекс дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмсақ майымыздың үстіне қантымызды қосамыз, және де үгітілген бір лимонның цедрасын қосамыз. Силиконды таяқшаның көмегімен бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Осы массаның үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Лимонның согын қосамыз. Мөлшерлердің барлығы осы видеоның описание бөліміне жазып кететін боламын. Бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біркелкі болғанша үстіне айранымызды құямыз. Енді үстіне ұнымызды, кішкене тұзымызды және де қопсытқыш қосып, бәрін біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Осындай бізде қоймалжың масса шығуы қажет. Енді кексқа арналған формамызға шамамен 1 қасықтай салып шығамыз. Штрезель дайындау үшін бізге ұн, қант және де сары май қажет болады. Осылай қолымыздың көмегімен үгітіп аламыз. Енді кекстарымызға осындай жидектерді орналастырып шығамын. Мен қарақат қолдандым. Сіздер кез келген өзіңізге ұнайтын жидекті қолдансаңыздар болады. Үстіне штрезельді сеуіп шығамыз. Осы кезде міндетті түрде алдын ала духовкаларыңызды 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Енді кексімізді 180 градуста шамамен 30-35 минуттай осылай қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған Әйгерім, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.